Қайырлы күн достар. Бүгін таңғы асқа ерекше идеяны қоспақшымын сіздерге арнап. Ең бірінші бізге қызанақ пен қияр керек болады. Оны мына видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Бір қияр мен бір қызанақ жеткілікті. Мен 2 немесе 3 адамға арнап осы таңғы асты жасадым. Қияр немесе қызанақ болмаса, оның орнына басқа да өздеріңізге ұнамды көкөністерді қосуларыңызға болады. Енді қияр мен қызанақ турап болғаннан кейін шұжығымызды тураймыз. Кез келген шұжық бола береді. Өздеріңіз қалауларыңыз немесе оның орнына піскен етті қоссаңыздар да болады. Жұмыртқаны қайнатып аламыз. Одан кейін оны да бірнеше бөліктерге бөлеміз. Одан кейін бізге кәдімгі кез келген нан керек болады. Ол нанды өздеріңіздің формаларыңыз қандай, сол формаға ұйқастырып кесіп аласыздар. Одан кейін жұмыртқаны жарамыз. Оған аздаған дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Және өздеріңіз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Ал енді газымызды қосып, майымызды қыздырып, біздің жаңа ғана кесіп алған нанымызды сол жұмыртқаға аунатып, майда қуырамыз. 2 бетін ауната отырып қуырып аламыз. Барлық жағына да осы жұмыртқаны тегізіп аунатып шығуымыз керек. Міне осылай қуырып шығамыз. Осындай сары түске енген кезде аламыз. Одан кейін кез келген тәрелкеге осы нандарымызды формалармен ұйқастырып қойып, үстіне біздің жаңағы тураған шұжығымызды, қызанағымызды, қиярымызды өз қалауларыңызша әрлеп қойып шығамыз. Ең үстіне жұмыртқамызды қоямыз. Жұмыртқаның барлығын қойып болғаннан кейін өздеріңіз қалауларыңызша әрлеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мен үйде бар майонезбен осылай бетін сәндеп шықтым. Міне өстіп дастарханға ұсынып, қандай да бір кофемен или шаймен таңғы асқа өте дәмді әрі жақсы идея болып шығады. Ас болсын. Сіздермен болған Әйгерім Жантемірқызы. Сіздерден қолдау күтемін. Рахмет.